Армысыздар, құрметті көрермен. Біздің тілдесу айдарымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін мен, Азалия, және 9-шы сынып оқушылары Сара мен Фатима. Бүгін біз Киянзы туралы сұхбаттасатын боламыз. Оқушылар, Киянзы туралы не білесіздер және осы әңгіме туралы естіген ақпараттарыңыз бар ма? Сәлем Азалия, сұрағың үшін көп рахмет. Бұл әңгімемен біз 8-ші сыныптың басында танысқан болатынбыз. Кияныз әңгімесі Ахтановтың шығармасы болып табылады. Ал енді осы Киянызына қысқаша шолу жасап кетсек, Киянызының қазақ мәдениетінде басы маңызды рөл атқарады. Ол өнер құдіреті туралы туынды. Дұрыс айтасың. Енді Киянызы әңгімесінде қандай тарихи оқиғалар мен кейіпкерлер көрініс табады? Көбінесе Киянызында ол күйшілер және олардың өмірі жайлы, және де олардың күресі мен жетістіктері жайлы айтылады. Және де Киянызы бізге рухани құндылықтарды байытуға көмектеседі. Өте қызықты. Енді өздерінің сүйікті күйлерді арай аласың ма, және олар сендердің сүйікті күй болуына не түрткі болды? Мен мысалға өте көп күйлерді білемін. Оның ішінде мысалға қарастырып кетсек, Сарыарқа, Аққу күйлері жатады. Бірақ осы күйлердің ішінен маған ең қатты ұнайтыны Нар идірген күйі. Осы күй арқылы біз Киянызының шығу тарихы осы Нар идірген күйінде жатыр. Және де осы Нар идірген күйі Киянызымен өте тығыз байланысты болып келеді. Керемет. Енді осы Киянызының Нар идірген күйінің қазіргі жастарға беретін тәлім-тәрбиесі қандай? Және сіздердің іштеріңізде ол қандай әсер қалдырды? Киянызы қазіргі жастарға ұлттық құндылықтарды түсінуге көмек береді. Және де сонымен қатар Киянызы әңгімесінде ұлттық өнер, күй құдіреті туралы айтылады. Осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Сұхбат үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.